Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Осындай керемет пазл құрастыру арқылы жасалатын тапсырмаларды көрсететін болам. Ол үшін өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі кез келген браузердің іздеу жолағына Learned Apps деп жазатын боламыз. Осы кезек шыққан бірінші сілтеменің үстін басамыз. Міне осы кезде бізге түрлі ойындарды құрастыру жолдары көрсетіледі. Егер сіз тіркелмеген болсаңыз, алдын ала тіркеліп аласыздар. Осы жерде зарегистрироваться деген шығады. Сол арқылы тіркеліп, сол жердегі бөлімдерді толтырып, оңай тіркеліп аласыздар. Немесе аккаунттарыңыз арқылы кірсеңіздер болады. Енді мен алдын ала тіркелгенмін, вход арқылы кіремін. Кірген кезде менің өзімнің логин мен паролім шығып тұрады. Яғни осы тіркелу арқылы кіремін. Міне менде Қонарова деп шығып тұр. Сіздер де оңай тіркеліп кіре аласыздар. Кірген кезде бізде осындай бет ашылады. Бұл жерде все упражнения, барлық жаттығулар бар. Новое упражнение. Егер сіз жаңадан жасайын деп жатсаңыз, осы новое упражнениені басамыз. Ал мына жерде мой упражнение деген жерде жалпы мысалы менің осы сервисте құрастырған тапсырмаларым осы папканың ішінде сақталып тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде біз түрлі ойындарды, тапсырмаларды құрастыруымызға болады. Енді біз жаңадан құрастырып жатқандықтан новое упражнение дегенді басамыз. Міне осы кезде бізге түрлі ойын жолдарын көрсетіп береді. Осы жерден қалаған жаттығуымызды алып, өзіміз құрастыра берсек болады. Қазір сіздерге пазл құрастыру туралы көрсететін болам. Ол үшін мына жердегі пазл батырмасын басамыз. Басқан кезде бізге жалпы осы пазл құрастырудың жолы қалай құрастыру керек екені осы жерде түсініктеме ретінде көрсетіліп кетеді. Қазір енді сіздерге құру барысында түсіндіріп өтемін. Енді жаңадан құруымыз үшін создать новое упражнение дегеннің үстін басамыз. Осы кезде название упражнениенің атауын жазсақ болады. Мысалы пәндеріңізге байланысты пәнімізді жазсақ болады. Немесе пән жазбасақ атау беруіңізге болады. Мысалы жылдан тап деген сияқты атау берсеңіздер болады. Описание деген жерге жазсаңыздар да болады, жазбай қалдырсаңыздар болады. Енді мен жазып кетейін. Бұл жерде компьютердің негізгі құрылғылары деп қояйын. Келесі осы жерде задний фон деген жерге картинка қойсақ болады. Картинка деген үстін басып, өзіміздің компьютерімізде алдын ала дайындап қойған суретімізді қойсақ болады. Осы жерді басып, менің өзімнің сақтап қойған суретімді осы жерге қоюыма болады. Открытті басамын. Қазір осы жерге өзім алдын ала дайындаған суретім қойылады. Міне осы жерде артқы фон ретінде қойылды. Енді біз жалпы осы жерге группа 1 деген жерге осы құрастырып жатқан тапсырмамызға байланысты тақырыбын жазамыз. Мысалы, мен бұл жерге компьютердің негізгі бөліктеріне байланысты құрап жатқаннан кейін пернетақта деп жазайын. Мысал ретінде сіздерге түсіндіріп жатырмын. Пернетақта деп жазамын. Екінші А деген текстке осы пернетақтаға қатысты сөздерді жазамын. Пернетақта бізде енгізу құрылғысы, келесі негізгі бөлігі, келесі тағы да қосайын негізгі бөлігі, орысшасын қосып қояйын, клавиатура. Келесі бұл пернетақтада 100 немесе 101 перне бар деген сияқты. Келесі енді тағы да бір группа 2 қосамыз. Текстің үстін басып, енді мен монитор деп жазатын болам. Оған мониторға байланысты жауаптарымды жазам. Шығару құрылғысы. Келесі негізгі құрылғысы бұлда. Келесі тағы біреу қосайық. 4 түрі бар.
Келесі теледидарға ұқсайды деп қояйын. Теледидарға ұқсайды. Теледидар экранына ұқсайды деп қояйық. Теледидар экранына ұқсайды. Екі құрдық, енді тағы бір құру үшін добавить группу дегенді басамыз. Оған да бір тақырып қояйық. Мысалы, жүйелік блок. Енді жүйелік блокқа қатысты жауаптарымызды жазамыз. Жүйелік блокта жедел жад деп қоя салайын. Яғни бұны оқушылар өздері табу керек. Процессор, келесі диск жетек орналасады. Келесі біреу қосайық, диск жетек орналасады және қосымша құрылғылар орналасады. Қосымша құрылғылар орналасады. Әне болдық. Енді болғаннан кейін төменгі жағына түсіп, размер карточки, яғни тапсырмамыздың, пазлымыздың размерін осы жерде средний, большой, малый, средний дегенді қоя береміз. Енді орысша сөзді өшіріп, яғни оқушы барлығын дұрыс тапқан жағдайда жарайсың, сен дұрыс орындадың деген сөз шығу керек. Осы сөзді жазып қоямыз. Енді болғаннан кейін совершить и показать предварительный просмотрның үстін басамыз, яғни аяқтап алдын ала көру. Яғни біздің құрастырған пазлымыз қалай шықты. Енді бұны оқушылар қалай ойнайды. Жоғарғы жақтағы жаңағы группаларымыздың аты, пернетақта, монитор, жүйелік блок деп қойдым. Енді пернетақтаға байланысты жауаптарды таңдауым үшін пернетақтаның үстін бір мәрте басып қойсақ, көріп тұрсыздар, ол көк түске өзгереді. Енді осы жерден мен пернетақтаға байланысты жауаптарды қойып шығамын. Пернетақтада 100-101 перне бар. Келесі пернетақта ол орысшада клавиатура. Мына жақтарды да таңдай берсеңіздер болады. Ол міндетті түрде тек мынаны бітіру емес. Келесі мен мониторды басып қоямын. Енді мониторға байланысты жауаптарды осы жерден сәйкестендіремін. 4 түрі бар. Негізгі құрылғысы теледидар экранына ұқсайды. Келесі бізде жүйелік блокты таңдап көрейік. Жүйелік блокта жедел жад орналасады, процессор орналасады, қосымша құрылғылар орналасады. Келесі мен мониторды таңдайын. Мониторға байланысты негізгі бөлігі. Міне осы жерде қате кетті. Қайтадан окей деп, қайтадан жалғастырамыз. Шығару құрылғысы. Келесі жүйелік блокты таңдаймын. Диск жетек орналасады. Пернетақтаны таңдаймын. Негізгі бөлігі. Келесі бұл тағы да пернетақта енгізу құрылғысы. Міне бітті. Жарайсың, сен дұрыс орындадың. Міне біздің суретімізде шықты. Тура осылай, қазір біздің құрастырған тапсырмамыз осылай көрінеді. Енді бұны біз сақтаймыз. Ол үшін сохранить упражнение басамыз. Осы кезде міндетті түрде сақтағаннан кейін бұл біздің құрастырған жаттығуымыз мой упражнение папкасына барып түседі. Қандай тапсырма құрастырдыңыз, ол барлығы сіздің өзіңіздің папкаңызге барып түсіп отыратын болады. Енді төменгі жағына түссеңіздер, осы жерде ссылка, сторит, поделиться дегендер бар. Яғни телеграм чатқа, ватсап чатқа жіберу үшін осы жердегі ссылка дегенді бояп алып, осыны көшіріп, копировать етіп, сыныптағы чаттардың WhatsApp чаттарына жіберсеңіздер болады, немесе QR код арқылы жіберсеңіздер болады. Тіпті бұны сыныпта тақтада осылай үлкен етіп тақтаға ашып қойып, кез келген бір оқушыны шығарып, осы жерден орындата берсеңіздер де болады. Сіздер де жасап көріңіздер сабақтарыңызға, өте керемет, оқушылардың қызығушылығын оятады, сабаққа белсене қатысады. Осылай түрлі тапсырмаларды құрастырсаңыздар болады.
Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Жасап көріңіздер, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, және менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.